Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатима Сейдаметова Челышан Вершымдығы да қаға бойлы мәлімат. Дүнияда коронавирус хасталығының дарқалуы бойынша вазиет насыл. Ярмадамызда бұл меселе насыл дәрежеде. Қырым сакиніне қаршы карантинні бозғаны себебінден жинайы іш açılды. Cumhuriyetimіздегі екені обсерватор өз ішіні башлады. Семашка адына хастахане өзінің бұрынжы хасталарыны не вақыт қабыл етежек. Февзи Якубов адына университетінде тәсіл алған студентлер яңы гленже флешмобның іштіракчілері олдылар. Қырымға коронавирус хасталары үшін ilk реанимобиль етіп келді. Коронавирус хасталығының тарқалуының бағлы вазиет кет-кете кергінлеші бұ. Алайрыжа Авропа ве Америка Қошма Штатларына айыттыр. Шарқта башланған эпидемия далғасы енді ғарыпқа кечек. Коронавирус бойынша дүнияда ең тазе хаберлер ақында бұзым невбетек әліп хамызда. Көреш дайынды башланды. Франкенстанның баш везирі Эдуард Филипп коронавирусқа қаршы көреш чарелері ақында матбуат конференциясыны бөле сөзлерінен башлады. Оның сөзлеріне көре апрелінің бірінші 2 аптасы мемлекет үшін дағыр олачақ. Бұл себептен Франкенстанда карантин ең аздан апрелінің 15-не қадар девам етірілді. Мен акимиетінің әрекетлеріні яқаламаға істемейм. Білем бір күн ола, біз бұл бұқрандан дер салармыз. Баш везір, яни мен эпосуалерге жевап берерім. Мен месулиетліктен хачханлардан дегілім. Бұл есе Нью-Йорк дүнияның пайтақты вешерінің меркези соқағы бомбош парклар, скверлер, қапалы, авиаханелер ве ресторанлар, чалыша, амашыларны чықарып саталар. Америка Қошма Штатлары хасталарының сайысы бойынша лидерлер сырасына ерлеші, ама бұна бақмадан о вирус дарқалауының да ең қызғын деверіні беклей. Бүтін дүнияда сағлық сақлав тешкілятының малюматына көре, мұнда хасталарының сайысы енді 100 бинден ашты. Егер біз өлімлерінің сайысыны 100-200 бин адамға же эксілтіп олсақ, демек яқшы чалыштық. Юхыжы хасталықнен көрешіде мұзбет динамика Китайға көрене. Анда бір сутка девамында тек 45 яны хасталув білгелінді. Түзелгенлерінің сайысы 500-ге етті. Кечкен сутка девамында коронавирус хасталығындан өлім сайысы тек бір қачдани олды. Мемлекетінің акимиеті атты эпидемия тоқталығына ақында илян етті. Кемер сәкенлер үшін бұл евлерден шықмақ үшін имкан олды. У нас все хорошо, мы живем обычной жизнью. И ничем мы не ущемлены, у нас есть продукты, мы можем гулять, выходить на улицу, дышать свежим воздухом. Посмотрите, сколько людей пришли купить фрукты, и никто не переживает. Жизнь возвращается в привычное русло. Обстановка очень даже благоприятная. Все те меры, которые были приняты государством в борьбе с вирусом, уже привели к своим положительным результатам. Шымдaki вақытта дүнияда коронавирус хасталарының сайысы 650 бинге яқын, олардан 30 бины адам вефат етті. Эльмаса Блакимова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Қырым сакиніне қаршы өзіні изоляция ету режиміні бозғаны үшін жинай іш açılды. Бұқты оператив штабының топлашывында хабер етілді. Бұл адам ақында бұтын мәлімат топланды ве ішкі ішлер везірлігіне yollanıldı. Афсуске бұл Қырым территориясында ilk кетірілмеген хасталық. Эпид тақықат кетешатында бұл хасталану бойынша 78 контакт тайынленді. Ен яқынлары хастаханеге ятқызылды. Хатırlatамыз, Қырым сакинанден хасталық тіби мерkezінің қадимлерінден біріне юқты. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов бұл граждан жинай месулетлікке желп етілмек керек талабыны сеслендірді. Карантин вақтында фиатларының мониторингі оптымақсула чықырылуына алимет ве регионның умуми вазиеті. Ахмезжете еркөнлі Қырым Жұмхуретінде яңы юқыжы хасталық дарқылуының профилактикасы бойынша опер штабның топлашывы кечірілді. Мұшаверенің тәпсілетлары ақында лепхамызны сейір етіңіз. Ақ коммуникацияларының план бойынша сөндірілмейдегі. Орманлықның қапаталуы ве жемат нақлиетінің әксетілмесі. Оператив штаб коронавирус хасталығына қаршы көрешінің чарелері ақында эсабат берді. Ахмеджетінің базарларында фиятларының yüksетілуі меселесі де көтерілді. Если это спекуляция, значит, должны быть какие-то приняты шаги и меры. Ну и, соответственно, мы говорим о крымских производителях, возможно, и о других в том числе, кто спекулирует на этой ситуации. Когда дойдет речь о выделении господдержки, надо все эти моменты учитывать.
Фиятларның себепсіз көтерілуіне қаршы ичтимаи жиеттен мұйым сайылған мақсулатларының фиятларының мониторинг көтілуі вастасынен көреші жеклер. Егер тешкірув кетішатында бір шайының фияты yüksek олса, тижерет лицензияларындан марум өтілув меселесі бақылайжақ. Региональ көй қожалық везерлігінің елбашчысы қайдыткеніне көре қырым мақсулаты опс шекілінде Краснодар, Ростов, Ставрополь шайырлеріне алып кетіле. Наша продукция хорошего качества. Мало того, что где-то не попадает в сети, но она вывозится на материк, где мы просим всех наших сельхозников ограничить продажу, оптовую продажу по 20-40 тонн машины, фуры заходят за пределы Крыма. Региональ Роспотребнадзор идаресі Белиссимо адлы круиз лайнерінде едіп келген хасталарының алы ақында тариф етті. Все 13, человек, доставленные для проведения лабораторных исследований, результаты отрицательные. Оператив штабның азалары коронавирус бойынша тестлерден эрафта кечежеклер. Сегодня членам штаба мы договорились, за 2 дня мы сдаем все анализы на коронавирус, с учетом того, что там ограниченное количество проб там поставить, но за 2 дня полностью проходим и раз в неделю такие анализы сдаем, коллеги. Это с целью, так сказать, обезопасить в том числе сотрудников, работающих в штабе. Қырымда март 30 күнінің сабасына 15 коронавирус хастасы белгіленді. Да 5 бойлы хаста Ақярда тапылды. 3000-ге яқын адам көзетіле. София Шукурова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Кезлев обсерваторы чалышып башлады. Ой, эпидемиологик вазиет кергін олған мемлекетлерден келген гражданларны вақытын жематан айырмақ үшін açылды. Бұақта коронавирус дарқалуының профилактикасы бойынша оператив штабының топлашуында Қырым везірлер шырасының рейсі Юрий Гацанюк қабератты. Обсерватор әнді чалыша анда Мысырдан келген еді адам болуна. Олар әпісі Кезлев шерінің обсерваторында ерлештірілді. Анда незарет етелелер. Обсерватор қыздырыла көзету системасының де донатылған комплексны екі авто ішінде тікледілер. О, 120-ге яқын адамны сығдырajақ. Номерлерде телевизор ве интернет бар. Гацанюк Кезлевде 300 адам үшін да бір обсерватор açmaq имканы бар деп қошты. Кезлевде қалған автасы шаретлерінде айшайт мақсулатыны сатқан түкенлар насыл чалыша. Жұмхурет елбашчысы Сергей Аксуновның емірі бойынша yüksek азырлық режимі рейет етілемі. Жеваплар Эльмас Аблакимованың лепхасында. Сусана Ислямова бештақтаны антисептикнен яқшы етіп сүртейлерінде қолчақ, yüzünde маска бойынды униформаның қысмы олды. Төкенларда чалышқан сатыжылар карантин вақытында өзіні аямаған адамлардыр. Месафе 1,5 метр невбетте ең чоқы 3 адам тура. Бұл мечбури мұқайтлық чареледір. Соблюдается, но если кто-то что-то не видит, мы им говорим, прочитайте и, пожалуйста, соблюдайте то, что написано у нас. Түкенларға адамлар текен кереклі шейлері алмақ үшін келелер сықалда, шайтмаларыны сатын алмақ үшін яшлар келе. Вышла в магазин за батоном, на улицу выходим только в масках, соблюдаем карантин. Яқарлық қою станцияларда да бақиен аз дәрежеде ашсу тек чықарылып сатыла, алыжы тек янына алмасы мүмкін. Пожалуйста, ваш кофе возьмите с собой, пожалуйста. Кемер яқырлық қою станциялары есе теби қадемлер үшін акция башладылар. COVID-19 пандемия себебінден әжелі ярдым бригадаларының қадемлеріне бедава қавет теклиф ете. Бүгін теби қадемлер коронавирус хасталығына қаршы көреш сафларына бұлуна алар. Онлар жевге чағырлылар кеже күндіз тоқтамаған ешекемлер үшін бұл ағыр девірдір. Олар адамларға тек бір реджанин мұражат етелер. Ради вас остаемся на дежурстве, тем самым выполняя свой профессиональный долг. В свою очередь, мы убедительно просим вас оставаться дома. Четелден келген stay at home, яғни evде қалыңыз флешмобына бүтін дүния тебежелері қол тұттылар. Оны мақсады адамларны evде қалмаға чағырмақ тек бөле чаре пандемияның дарқалуының тоқтатта біле. Қырымда бұл флешмобта Ахмеджет, Жанкой ве Жегер шелерінің екемлері іштирак еттілер. Бүгінгі күнде evде қалмақ екемлерге ярдым етмектің ве бераберлікте пандемияны тоқтатмақның екәне чаресідір. Башқа yol yok. Эльмас Аблакимова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджетте Симашка адына яңғы хастаханесі мүддеттен евел тапшырылajақ. Мұнда вақытынша коронавирус хасталары тедевеленежек. Бұақта Қырым Жұмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов пандемия дарқалуына қаршы чарелер бақылған оператив штабының топлашуында хабер етті.
Бу юнелиште иш алып бармак үчүн Симашка хастаханесыны истиснаулара hazırlamak карары алынды. Анда бизде суни акжигер вентиляциясы аппаратлары чок, бина энзиманеви технологиялар боюнча данытылган. Біз оны коронавируска каршы күрештө конкрет вазифелерни бежермек үчүн толысынын коллана билебиз. Яңа тибби мерkezinin реберлеги бинаны азырламак үчүн гонулелерни араштырды. Ярдым элени Кырым иш адамлары узаттылар. Я предлагалось как, что привлечь в качестве волонтеров наших работников, они там студентов и тому подобное, но так как сейчас тяжелый момент и можно подвергнуть риску там людей, потому что им надо доехать, дойти. В общем, пришли в результате к тому, что мой друг Александр, который занимается клинингом в Южной галерее, он как бы решил по себестоимости произвести здесь чистку и мойку этой больницы. Им предлагали вообще 5 миллионов рублей для, так скажем, проведения всех таких работ. Но мы согласились и сделаем это сейчас все для больницы по себестоимости. Почему не могут сейчас официально там проводить тендеры и тому подобное? Потому что в данный момент эта больница официально Симашка не передана и каких-либо движений по ней сейчас невозможно. Я так понимаю, в правительстве над этим работают очень плотно. Но от нас это будет помощь. Игорь Слипец согласился помочь. Вот сейчас еще пару ребят я как бы жду ответа, которые тоже с нами вместе поучаствуют. Поэтому я надеюсь, у нас все получится, все будет здорово. Эльдар Меметов айтқаны кыбы шымды тибби хадимлеріне бойық ярдым керек, бұл ешбір вақыт олмаған белі адар. Клининг шеркетлері хастаханені 3 күн девамында толы шекілде тапшырмаға сөз берелер. Мы пока взяли на себя такую инициативу. Ну и ко мне присоединяются новые предприниматели, которые готовы помочь в этом деле. И это уже не только я делаю, а ряд предпринимателей, фамилии, которые я хотел бы в дальнейшем озвучить, которые участвуют, делают это все от себя, и та клининговая компания, которая делает это тоже, так скажем, в рамках помощи врачам. То есть мы тут подразумеваем не конкретную больницу, а то, что на данный момент необходима помощь тем людям, которые сегодня на переднем, так скажем, на переднем крае фронта. И надеемся, что в дальнейшем не усложнится настолько эта ситуация, что нам не придется дальше заботиться об этом. Но если вдруг, то руку помощи мы протянем. В течение 3 дней должны все закончить и сдать больницу в чистом виде. Қырымда С-классына айет бұрын жер реанимобиль пейда oldu. Оянды Жұмхури қаза тибеті вәжілі ярдым мерkezіне еткізілді. Машина коронавирус хасталығы юқан, яда бұнда шекленілген адамларының ташылығы үшін қоланылacak. Көпчеклі тибби комплексінің фияты 5,5 миллион рублені тешкілете. Оның қиметі неде? Бұны мұхбірлеріміз біле. Вентиляция легких пациентам с поражением легких типа пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома. Сонки девернің топлаларына ұйғын донатма коронавирус хасталары үшін әжелі ярдым арабасы яна аппаратне донатылған хасталар тибби ярдымны ең yüksek дережеде elde etecekler. Оснащен, по сути, самым передовым оборудованием для искусственной вентиляции легких. Это аппараты фирмы Гамильтон. Для специалистов это название звучит лучше как Мерседес в классе автомобилей. Это мировые лидеры. Это специальный бокс. Сюда помещается пациент с подозрением на коронавирус. Хевилештірілген биологик қорчалап вебір чоқ қашма донатмалар. Мутихасыслар вирус дархаловына қаршы көрештің чарелерінің назарға алдылар. Хасталылыққа ұғрағанлар үшін бокста чоқ дережелі ава темезленуі бар. Тут он обладает системой вентиляции, благодаря которой находящиеся вокруг него медработники и другие люди не дышат тем воздухом, которым дышит пациент. С-классына айт бірінші реанимобилінің ичи бойлы едарата. Қонушев тербиятты бар ойдавжы кабинасы вес салон арасында ерлеше. Бойлелікнен хаста вес сағлам адамлар арасында бедени айлаққа олмай. Бурусияде ішлеп чықаралған машина бойле моделлерінің Ульяновск шерінің заводны чықара бойле техника елде еткен субъектлерінден біріншісі Қырым олды. Перспективы мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы каждый медицинский округ, у нас их в Крыму 7, получил минимум 2 таких два автомобиля. Поэтому я надеюсь, что наши медработники будут трудиться в самых лучших вообще возможных условиях. Наша задача доставить пациента в специализированный госпиталь. Поэтому есть специализированный бокс теперь у нас, есть новый аппарат ИВЛ усиленный, которых единицы сейчас в Крыму.
это очень хорошая подмога. Дайки махсус тез ярдам арабасы Хырымға 10 күн içinde кетірілейджек. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Рамазан Аливапов. Миллет үшін. 2020 сенесі мартынан 28-ден июнь айының бұрыне қадар пансионатлар адлық евлерінде, шифаханелерде, бала лагерлерінде ве мұсафырханелерде ерлер бұрын етілігі адамларны қабыл етілігі ве ерлештірілігі вақытынжа тоқтатылды. Естесіне оларақ тек қызмет командировкаларында бұлынған шақыслар сайла. Курорт ве туризм везерлігінің хадимлері мартның 28-29 күнлері Қырымның курорт жерлерінде ве хасабаларында 95 ерлешуф ноқталарыны тешкерділер. Телефон вастасын отель, шифахане, пансионат, мусаферханелерінің реберлері епсі 100% тенбейеленді. Профилактика ве хорчалув бойынша чарелер бақыла. Ярмада сакені ве мұсафірлеріне карантин вақытында кезінтілеріні сыңғырламаға тевсие етілі қырмакеметі туристик сасына қол тұтып черелеріні бақа. Бұл бергі төлевлер бойынша мұдетлер девам етірілігі, бергі тәтелері, ставкалар эксілтілігі, субсидиялар айрылығы ве туризм сасындаки қанунларға денішмелер көрсетілігідар. Паспортларының берілігі, тазменатларының тайынленуы ве төленуы, топрақ дамыртыларының ресмелештірілігі, чоқ функционал меркезлерінде бұл ведегер қызметлеріні елде етмек імканы енді тек евелден язылған адамларға берілі. Более чәрелер мартының 30-дан көрсетілді, олар коронавирус хасталығының телекесінен бағылы. Май документы меркезіне кірмек үшін электрон невбет талоны керек, язылмақ үшін даренің ресми порталы чалыша. Ахмеджет мемориетінде гражданларының шақси қабулары тоқтатылды. Енді оларының шекетлері тек язма ве электрон шекілде қабыл етілі. Электрон адрестерінің мемориетінің ресми сайтында тапа білесіз. Язма мұражатларының бинаның кірішінде ерлештірілген почта құтысына қалдырмаға яда Қырым почтасының yoламаға мүмкін. Адресні экранларыңызда көресіңіз. Қырым сыныржылары авиацияның ярдымынан Қара денізде браконьерлеріні тұттылар. Оларның гемесінден езлер жеметр челтер ве қанунсыз тұтылған элек балықлары чекап алынды. Бригадирлеріне қаршы жинай еш açılды. О бұйық пара жазасыны төлейджек ве балық тұтқан алетлері конфискация тілейджек. Умумен елінің башындан берлі сыныржылар идаресінің қадимлері 1,5 бенге яқын рейд кечірділер. Қабатлаларыны 1,5 миллион рублеге жазаладылар. 5 миллиондан зияде рублелік зарарға ел берілмеді. Карантин беля дегаль. Более серлевалы флешмобны Февзиякубов адына Қырым Үндеслік педагогика университетінің студентлері башлады. Яшлар бош вақытларына насыл кечіргенлер ақта язы, почтимай ағыларда фотоларыны ерлештірелер. Олар еркезіні вақытны файдалы кечірмеге чағыралар, иштирак етмек үшін ВКонтакте ағында КМПУ студентлерінің профсоюз тешкіляты группасына кіріп, бош вақытны насыл кечіргеніңіз ақында тариф етмек керексіңіз. Мисал, оларақ кімдір яқынларына лезетлі ашларнен цейлай, башқалары есе еркезге белі хитлеріні ижра етті. Dance for me, oh, 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 oh. I never see anybody do the thing you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you stop, I make you do it all again, all again. Веер апталық ток-шоуымызны қачырманас темелі янашув, терен талил ету, вең актуаль мевзулар, вей етекчі экспертлер. Крымский консенсус яйны кене әрчершімбе ақшам саат 8-де. 21 асырның кергінлігінде қиметлі шелерге вақыт етмегені сық раст келе. Бұл құранта яқынларымыз ве севамле шымыз. Шымды бұл бошлықны толдырмақ үшін ажайып имкан пейда олды. Евде қалыныз, озыңызге мұқайты олыныз. Біз есесізні жүмпіретімізде юз берген вақаларнен таныш етежеміз. Қаберлер тақымы Милет телеканалы.